Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы Шырмысай ауылында қарапайым отбасыда дүниеге келген. Отбасына тоқталатын болсақ, әкесі Бөкей өте қатал кісі болатын, ал анасы ақжарқын, ақкөңіл кісі болатын. Отбасында 6 бала, Оралхан 5 қыздың ішінде жалғыз болды. Оралхан Бөкейдің шығармашылығы. Оның алғашқы туындыларына тоқталып кетсек, 1970 жылы Алматы қаласындағы оның атын шығарған және де алғашқы баспасы жинағы тамшыға шыққан болатын. Осы оның жинағында үркер, қайдасын қасқақұлының ыстау әңгімелер мен повестер жарық көрген болатын. Оралхан Бөкейдің Қар қызы, Кісі киік, Сайтан көпірі атты шығармаларына көркем фильмдер мен спектакльдер қойылды. Ал 1986 жылы Оралхан Бөкейдің Біздің жақта қыз ұзақ шығармасына Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығы берілген.